Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге осындай SATA стремянка туралы айтқым келеді. Бұл өте жылдам жиналып, жылдам ашылатын SATA. Сондықтан осындай SATA аламын деп жүрсеңіздер, сіздерге беретін кеңестерім бар. Енді бұндай SATA стремянкалардың әрине түрлері көп, трансформерлар бар, бірақ трансформерлардың маған бір ұнамайтын жері, олар төртке бүктеліп жиналғанда, жаңағыдай 4 секциядан тұрады. Төртеу бүктелген кезде өте қалың, жаңағыдай машинаға салсам да жаңағыдай көп орын алады, және де бір тар жерлерде оны ашқан кезде ыңғайсыз. Мысалға бір подъездерде жұмыс істеген кезде оны ашу үшін бір кең жерде ашу керек болады. Ал мына SATA стремянкамыз өте жылдам ашыла салады, яғни осы жерден жоғары қарай тартсақ стремянкаға айналады. Одан кейін мына жерінен тағы да бір бүктесек, онда SATA ашып болады. Қазір оны барын ашып көрсететін боламын. Мына жерде өзінің замоктары бар, яғни жинағанда осы кнопкаларын басып отырып жинаймыз. Енді тура осындай стремянка SATA-ның үш түрлісі болады. Яғни мына жері алюминнен жасалған, боялған және нержавейка. Мен нержавейкасын таңдадым. Себебі, егерде сіздер алюминиевыйдан алсаңыздар, онда алюмин қолға жұғатын болады. Яғни осы SATA-ны бір ашып, бір салға жаңағыдай жапқан сайын, жаңағыдай алюминнің шаңы пайда болады, жаңағыдай ұсақ-ұсақ. Солардың барлығы қолға жұғып, қолдың бәрін қап-қара қылатын болады. Егерде сіздер бір таза жерде люстра іліп, не болмаса бір бояу сияқты бір жұмыстар жасасаңыздар, қолдарыңызды жаңағыдай мына алюминнің шаңы кірлетіп, жаңағыдай ұстаған заттарыңыз барлығы кір болады. Сондықтан нержавейка алуға кеңес беремін. Ал егерде боялғаннан алатын болсаңыздар, ол боялғанда уақыты келе бояуы кетіп қалуы мүмкін, сырылып. Сондықтан нержавейка алсаңыздар жақсы. Нержавейка жаңағыдай суға да төзімді. Мысалға үнемі далада істейтін жігіттер болса, жаңағыдай жаңбыр болады деген сияқты, қар болады деген сияқты, солардың бәріне осы нержавейка төзімді болады. Енді осындай SATA-ға шалған кезде міндетті түрде мына астыңғы жағына қараңыздар. Астыңғы жағында менде осындай бұрыштарын ұстап тұратын жаңағыдай углдары бар, бұрыштар, темірлер. Бұл осы SATA ағашымызға мықтылық беретін екен. SATA ағашымыз мықты. Алюминиевый SATA ағаштарда көрдім, онда бұндай жаңағыдай тіреуіштер жоқ. Сондықтан SATA ағашымыз ары бері былқылдап тұрады. Және де алюмин болғандықтан салмағы да кішкене жеңілдеу. Негізінде салмақ орташа болған жақсы. Өте жеңіл болса, ол да жаман. Жаңағыдай жұмыс істеу барысында ол жаңағыдай тұрақты тұрмайды да, кішкене былқылдап тұратын болады, әлсіздеу болады. Ал салмағы бар болса, ол нық тұратын болады. Яғни өзіңізде үстінде жұмыс істеген кезде сенімді тұрасыз. Мына SATA ағашының салмағы 17 килограмм, ұзындығы 5 метр. 4-те 40-тары болады, 6 метрліктер болады. Бірақ менің ойымша 5 метр өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені салмағы да өте ауыр емес, өте жеңіл емес, 17 килограмм, ұзындығы да 5 метр. Егерде 4-те 40 алсаңыздар, онда салмағы бір 12 килограммдай болады, бірақ 4-те 40 меніңше ол қысқа болады. 6 метр алсаңыздар, салмағы 24 килограмм, бірақ 6 метр енді өте ұзын деп ойлаймын. Жаңағыдай ары бері көтеріп жүргенге де біраз салмақ болады. Неғұрлым жаңағыдай SATA ағашымыз қысқарақ болса, жаңағыдай машинаға сыюы да өте жақсы болады. Және де өздеріңіз алып жүргенге де жақсы. Сондықтан менің беретін кеңесім, SATA ағашының ұзындығы 5 метр болса, жарап тұр. Салмағы да орташа қалыпты болады. Енді стремянка болғанда бұл 2,5 метр болады. Тағы да бір жақсы жері, мінекей мына жерде қосымша темірі бар. Яғни стремянка болып тұрған кезде жаңағыдай стремянкамыз аяқтары ашылып кетпес үшін осы жерден қосымша ұстап тұратын темірі бар. Басқа SATA ағаштарда мен бұндай көрген жоқпын. Сондықтан алсаңыздар, осындай жерлеріне қарап алыңыздар. Бұл тағы да бір плюс. Қазір енді SATA ағашымызды мен ашып көрсетейін. Мінекей SATA ағашымыз осылай көтеріле беретін болады. Қазір енді бір қолмен ыңғайсыз болып тұр. Қазір сіздерге толықтай ашып көрсетейін.
Мінекей сатағашымызды ашып қойдым. Стремянка күйінде. Қазір мінекей 2,5 метр биіктігі. Мінекей жаңа айтып өткендей, екі жағынан осындай екі темірі бар. Мына жерде замогы бар. Ашар кезде былай ашуға болады. Өте ыңғайлы. Екі жағынан да солай. Мінекей қазір стремянканы кішірейтіп қойдым. Яғни өзімізге қандай биіктік керек, соған кішірейте беруімізге болады. Мысалға, әр сатыны төмендетуімізге болады. Мінекей қазір мына жерде 3 саты бірігіп тұр. Қалғандары бір-бірден тұр. Яғни мына сатыны тағы да біраз бір сатыға төмен түсіретін болсақ, онда стремянкамыз тағы да кішірейеді. Яғни бұл өте ыңғайлы. Өзімізге қандай биіктік керек, соған байланысты ұзартып кішірейтіп отыруымызға болады. Бұл өте жақсы. Стандартный стремянкаларда олай жасауға келмейді. Яғни олар бір размерде ғана тұратын болады. Мына өте универсальный. Бірақ осылай кішірейтіп қойған кезде мінекей осылай былқылдап тұрады. Бірақ енді үстіне шыққан кезде бұл салмақпен басып тұратын боламыз. Ешқандай былқылдамайды. Бірақ енді осы былқылдап тұрғаны ары бері тасығанда сіздерге ыңғайсыздық тудыратын болса, оны қазір көрсететін болам. Лентамен қысып қоюға болады. Мінекей осындай грузға арналған қамытпен, ремменмен тартып қоюға болады осылай. Сонда сатағашымыз мінекей ешқандай былқылдамайтын болады. Тағы да бір жақсы жері, мінекей табалдырыққа қоятын болсақ, бір жағын ұзартып, бір жағын қысқартып қоюымызға болады. Мінекей қазір бір жағы қысқа, бір жағы ұзын болып тұр. Бұл енді жаңағыдай подъездерде, лестницада жұмыс істеген кезде өте ыңғайлы. Бірақ жаңағындай айтып өткендей, осындай кездерде ремменмен тартып қойған дұрыс. Сонда мықты тұратын болады. Сатағашты жинаған кезде абай болыңыздар. Мінекей мына жердегі екі кнопканы ішке қарай басамыз. Сол кезде қолымызды мына жерде ұстап тұрмау керекпіз. Әйтпесе үстің жағы лестницамыз қолымызды қысып қалады. Сондықтан міндетті түрде абайлап осылайдан басу керекпіз. Енді қазір сатағаш болған күйін сіздерге жазып көрсетейін. Мінекей қазір сатағашымыз толық 5 метрге созылып тұрғаны. Бұл сатағаштың тағы бір ұнайтын жері, жаңағыдай сатағаш ретінде ашар кезде мына темірден тартасақ бірден ашылатын болады. Яғни осы бір рычагпен бірақ ашатын боламыз. Ал трансформерді мына жерде жеке-жеке 3 рет не болмаса 4 рет ашып отыру керек болады. Екі жағынан да сонысы ыңғайсыз. Енді сіздерге мен қазір мына жандағы темірді әдейі алып көрсетіп тұрмын. Себебі осы жердің болты шығып кетеді. Сондықтан мінекей ананың ішінде гайка тұр, жай ғана гайка. Сол үшін мына жерге кішкене ұзындау болт салып, ортасына шайба қойып, ар жаққа андай пластмассовый гайкалар болады, өзі қысқалатын. Сондай гайкадан салып қойсаңыздар, сонда жұмыс істеу барысында жаңағыдай болттарыңыз босап, жоғалып қалмайтын болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.